Кім болсаң да және қандай жағдайда болсаң да әрдайым ғашық бол. Ғашықтықтың тұтқыны болуға тырыс. Ғашық болған адамның ұйықтағанына таң қаласың, оған ұйықтау әдепсіздік. Кімге хақтан келсе уахи мен жауап, әмірін орындаған алар сауап. Алланың да адамды сынаудағы мақсаты оны қинау емес, жаман қылықтарын қағып шығару. Жүрек көзі соқыр жандарды ешқандай құлшылық нұрландыра алмайды. Деді, сену жетекшілік міндеті, себебі бұл пайғамбардың сүннеті. Көзімізде кемшілік көп, аз ғой нұр, өз көзіңді дос жанарына айландыр. Ғашық жандар мақұлдаумен үссе жан, арманына жеткені ғой аңсаған. Малынан хақ жолына берсе бөліп, ізгілік, деді Расул мұны көріп. Тәнім жаннан, жаным тәннен бөлінбес, бірақ бұл жан еш адамға көрінбес. Махаббаттан жүрек от боп жанады, ғашықтықтан қайнап жанның шарабы. Жүрегіңмен қарасан махаббатты көресін, ал рухыңмен қарасан Раббыңды көресін. Балық даяқ су жұтудан танбаған, хаққа ғашық кәусар нұрға қанбаған. Үйіңді қонақ күткендей таза ұста, жүрегіңді өлім жақындағандай тазалықта сақта.